Қақаған қыстың сақылдаған сары аязы мен үскірік желдің өтінде жүріп, қалың қарды күні-түні тазалайтын жол жұмысшыларының қызметі оңай емес. Машақаты көп жұмыс болғанмен, олар өз істеріне адал. Соның бірі Қытайдан атамекенге қоныс аударған қандасымыз Гүлжан Әнес. Оның көше тазалаушы болғанына 2 жылға жуықтапты. Ауа райына қарамайсыздар ғой. Қыстың қақаған аязында да жұмыс істей бересіздер. Қаншалықты қиын? Әрқандай жұмыстың өзінің қиындығы болады. Мәселен, біздің жұмысымыз 4 маусымда да жалғасады. Қыстың аязында, қақаған аязда, бұрқасында, жазда шіліңгір ыстықта, күзде жапырақ сыпырамыз дегендей, осы саланы өзіміз таңдап келген соң, әрқандай жұмыстың қиындылығы болған соң бәріне шыдаймыз. Осы жұмысты ұнатты. Мен 20 жылдан бері бәр жұмысты істеп келеміз ғой енді. Көшенің тазалығын тазалау арқылы Астана қаласының тұрғындарына, қонақтарына жақсы көңіл күй сыйлаймыз. Еңбегіміз адал еңбекпен тапқанынан тәтті дейді ғой. Алматы ауданында қала тазалығына жауапты мамандардың жұмысы таңғы 7-ден басталады. Олар киімін ауыстырып, қажетті құрал-саймандарын қамдап бекітілген аумақты тазалауға кіріседі. Кешкі 16:00-ге дейін тынымсыз еңбек етеді. Аға, жұмыс қалай жүріп жатыр? Жұмыс жақсы. Баяғы қар көп түскен, сол қармен алысып, баяғы осы жұмысымызды істеп жетіп жатырмыз. Жақсы, баяғы жұмысымыз жақсы. Өзіңізге ұнай ма бәрі? Енді ұнайды енді осы. Аға, сізден де сұрайын? Қар көп түсіп жатыр. Күреп отырмыз, істеп отырмыз дейді. Жақсы, бір жағынан дене әрекет, дене шынықтыру, бір жағынан жұмыс. Күзден бастап жол тазалайтын мамандарға күнделікті бір мезгіл ыстық тамақ тегін беріледі. Сондай-ақ ауа райына байланысты қала маңында тұратындарға кәсіпорын тарапынан жатақхана қарастырылған. Біздің обедіміз 11-ден 1-ге дейінгі аралықта. Астана тазалық ұйымына рахмет, ыстық тамақ береді күніге бір уақ осылай. Тамағымызды ішіп алып, жақсылап демалатын орнымыз бар. Ас болсын деңіздер. Күні-түні қызмет ететін тазалық сақшыларының еңбегін елеп, суық күнде сөзмен жылытатын жандар кездеседі. Десе де, көпшілігі тазалыққа бірінші әр адам өзі жауапты екенін ұмытып жатады дейді қызметкер. Кейбір кісілер жұмысымыздың қадірін біліп, еңбегімізді бағалап, рахметін айтып, ыстық шайларын әкеп беріп жатады. Ал кейбір кісілер осы жұмыс тек біздің ғана міндетіміз сияқты қоқысты әр жерге шашып кете береді. Қоғам болып атсалысса, жұмыс тазалықты өздерінен бастап бізге көмектессе жақсы болар еді. Бас қаламыздың тазалығы үшін ауа райының қолайсыздығына қарамай, қызмет етіп жүрген осы азаматтардың еңбегі қашанда ерен.